Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен 12 қасық деп аталатын итальяндық пирогтың рецептімен бөлісемін. Бұл пирогтың ерекшелігі ешқандай таразысыз жасалады және де әр құрамы 12 қасықтан тұрады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен 3 жұмыртқамыздың үстіне 12 ас қасық қант саламыз және жақсылап миксерлеп аламыз. Егер де миксер болмаса, венчиктің көмегімен де араластырып алсаңыздар болады. Шамамен 5-6 минуттай жақсылап миксерлеп аламыз. Енді 12 ас қасық сұйық май қосамыз және тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Он екі ас қасық сүт қосамыз. Бұл кезде біздің сүтіміздің температурасы мүлде маңызды емес. 12 ас қасық ұн және 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз және оны електен өткізіп отырып қосатын боламыз. Біздің пирогымыздың қамыры дайын. Енді қысып тұрған духовкада 180 градуста пісіретін боламыз. Мен осындай жүрек формада пісірген болатынмын. Бұндай жүректің орнына кәдімгі домалақ 22 диаметрлік форманы пайдалансаңыздар болады. 180 градуста шамамен 35-40 минутта пісуі керек. Пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстін өзіңіздің қалауыңызбен сәндесеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және де лайк басып, өздеріңіздің комментарийлеріңізді, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.